Ассаламу алейкум, құрметті көрермендер. Жұмыртқаны суға пісіріп жеген ұнайтын болса, және оны ерекше қылып пісіріп жегілеріңіз келетін болса, тура осылай істеп көріңіздер. Түріктің тағамдарына ұқсайды, дәмі де, түрі де, және де 5 минутта дайын болады. Алдымен газге табамызды қоямыз, қыздырып, одан кейін майымызды құямыз, жуамызды саламыз. Жақсылап қуырып аламыз, араластырып. Саңырауқұлағымызды салып қуырамыз. Саңырауқұлақ болмаса, орнына қызыл періс, жасыл перец сала беруге болады. Помидордың өзін салып қуыруға да болады. Томатты сумен араластырып құйсаңыздар да болады. Маған бірақ осылай ұнайды, қуырған. Помидорды салып, оны да қуырып аласыздар. Одан кейін үстіне ыссы суын құйып, бір қайнатып аласыздар. Қайнағаннан кейін укробын салып, араластырып, жақсылап. Адам санына қарай жұмыртқаларыңызды саласыздар. Мен 4 жұмыртқа салдым. Маған сол жеткілікті. Үстіне тұзын сеуіп, дәмдеуіштерін сеулеріңізге болады. Мінекей 5 минутта дайын болды. Өте дәмді. Жасап көріңіздер, ұнайды деген ойдамын. Менің каналыма тіркелуді, лайк басуды, және де сілтемесін достарыңызға жіберуді ұмытпаңыздар. Өте дәмді, ерекше болып шықты. Көргендеріңізге рахмет, сау болыңыздар.